Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай сүзбеден керемет пирожный әзірледім. Ол үшін бізге көп заттың қажеті жоқ. Кішкене ұн болса, сондай-ақ какао қосамыз және де шекер қосатын боламыз. Бұның барлығының мөлшерін описание бөліміне қалдыратын боламын. Сондай-ақ бөлме температурасындағы сары майымыз жеткілікті болады. Енді осы барлық қоспаларды жақсылап араластырып, барлығын толықтай дерлік араластырып, қамыр илеуге дайындайтын боламыз. Мінекей осылай майымызды қолмен езе отырып, какаоны, ұнды және шекерін барлығын толықтай араластырып аламыз. Мінекей араластырып болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқаны жарып және араластыра отырып әдемі қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болады және майлы болып келеді. Мінекей көріп отырғандарыңыздай, мінекей өте жұмсақ қамыр бізде болды. Осылай бірнеше қайтарып, кішкене тұндырып қойып қоятын боламыз. Мінекей қолға ешқандай жабыспайды, көріп тұрсаңыздар. Енді қамырымызды кішкене тұндырып қойып, оның жаңағы сүзбесін әзірлейтін боламыз. Оған сүзбе және де шекерімізді, сондай-ақ жүгері крахмалынан бір ас қасықтай қосып, бір жұмыртқаны қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бізде әдемі масса шығады. Соға дейін миксердің көмегімен араластырамыз. Мінекей осындай әдемі творог әзір болды. Енді жаңа тұндырып қойған қамырымызды алып, осылай кішкене бір бөлігін алып қоямыз, бетін әсемдеу үшін. Және де үлкен бөлігін осылай қолмен домалақтап алып, жаңа қажетті ыдысымызға салатын боламыз. Осылай қолдың көмегімен ақ ешқандай қиындықсыз қамырымызды әдемілеп жайып шығатын боламыз. Мінекей ешқандай жабыспайды және тез дайын болады. Осылай шанышқының көмегімен әр жерін тескілеп қоямыз. Одан кейін дайын болып тұрған жаңағы алдын ала әзірлеген сүзбемізді бетіне әдемілеп жайып шығатын боламыз. Енді екінші жаңа кішкене алып қалған бөлігімізді осылай бірнеше бөліктерге бөліп, қолдың көмегімен кішкене жаңа жіңішкелетіп жайып алып, жаңағы бетін әдемілеп сәндеп шығатын боламыз осымен. Мінекей әркімнің өзінің қалауы бойынша қалай сәндесеңіздер де, немесе бұлай жасамасаңыздар да болады. Міне осылай барлық бөліктерді қойып шығатын боламыз кезекпен кезек. Міне көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Енді 210 градуста қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Міне менің сүзбелі пирожныйым дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, кесілуінен байқап отырған боларсыздар. Мінекей біздің пирожныйымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.